Сәлем достар, бүгін мен сендерге Instagram'ның бір құпиясын ашайын деп отырмын. Ол мысалы біз Instagram'да көп подписчик, мысалы лайк жинауымыз керек, бірақ оның өзі Instagram бағдарламалар іздеп жатады. Бірақ оның Instagram'ның өзінде бар екен, көбіміз біле бермейміз. Мысалы менің мынау фейк страницама кірейік. Мысалы ол өте оңай, және оны сіздер білуіңіз де мүмкін, білмеуіңіз де мүмкін. Мысалы ол былай жұмыс істейді. Мысалы адамдары көп бір Instagram парақшасын ашамыз. Мысалы Instagram'да ашып көрейік. Так. Іздеп көрейік. Мысалы Windows деген. Windows өзіңіз білесіз қандай екен. Instagram'да басылайық. Ең көбі. Осыдан мен подписчик дей салайын. Егер сіздер тіркелмесеңіз, тіркелгендеріңіз жөн подписчик деген басасыз. Міне осындайлар шығады. Енді осындайларды баса бересіз. Осылай баса бергенде кемінде жарты сағат, немесе жарты сағат емес, енді бірер минуттың ішінде сізге көптеген подписчиктер, жазылушылар көптеген астына шыға береді. Көбіне жазылып қойғам, сондықтан ана Windows'да подписчик етейік. Осыны марцур бұлай баса берсек, бірер минутта көресіздер. Осылай баса береміз. Енді әр қайсысына кіріп кетеміз. iSource'ға кіріп кетейік та, оған басайық, оны естіп баса береміз. Егер біраз күтейік. Өйткені қазір біздің белсенділік арттырған сайын біздің Instagram автоматты түрде новостиларға интересный, немесе қызықты, белсенді не деп өздері автоматты түрде шығарады. Бұл енді новостида қарап отырсаңыз, поискті басқан кезде шығып тұратын видеолар, сондай қылып шығып тұрады. Демек ол Қазақстанда сіз қандай неліге подписчик еткен сайын сізге солай шыға береді. Мен бұны бірнеше істеп көрдім, бірақ бұл өте ұзақ. Мысалы 500 адамға тіркелсеңіз, сіз 200 адам подписчик етеді, 250 адам лайк басады. Сонда ұзақ уақыт кетеді. Мен бұны өзім адам жинау барысында тауып алдым. Атмен заявка дейміз, қайттан баса саламыз, мұны істеп кете береміз. Кішкене күтетірек. Ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әр кезде әртүрлі уақыт болады, өйткені ол сіздің белсенді. Міне көрдіңіздер, уже міне 8 адам бір лайк подписчик. Енді егер бұл белсенділік тоқтата саламыз, мінекей, міне 12, міне 13, міне 14. Бұл негізінен автоматты түрде жүзеге асады, бірақ та сіздің бұл мысалы мен қазір көріп отырмын, бұл енді ертең азанға дейін, таңның астына қарай бұл көбеюі мүмкін, 200-ге жетіп қалуы мүмкін. Мінекей уже міне қараңыз, 2 адам сонымен бұл енді сіздердің әрқайсыларыңыздың белсенділігі артады. Неғұрлым көп басасыз, неғұрлым сізге көп басқаннан кейін қайтты отмен заявка деп шығып кетіп, барлығынан қайттан белсенді болған сайын сізге адамдар жинала береді. Сонымен сау болыңдар.